20 сәуірге арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, шабыт пен интуиция сізге қиын жағдайдан шығудың жолын көрсетеді. Көптен бері шешуге батылы жетпеген қордаланған мәселелерді шешуге қолайлы күн. Көптеген тоқты отбасының ең үлкен немесе ең жас мүшелерімен қарым-қатынасты нығайтады. Шын жүректен әңгімелесу үшін қолайлы уақыт, олар сізбен сырлармен бөліседі, және сіз бір-біріңізді жақсы түсінуді үйренесіз. Әлеуметтік өмір үшін жаман уақыт емес. Сіз тек көңіл көтеріп қана қоймай, жаңа таныстарыңызда жақсы әсер қалдырасыз. Жаңа достықтың немесе романтикалық оқиғаның басталуы жоққа шығарылмайды. Торпақ, сіздің сүйкімділігіңіз көптеген маңызды мәселелерді шешуге көмектеседі. Көптеген торпақтар өздерінің сыртқы келбетіне көбірек көңіл бөлуге бейім болады, және бұл олардың айналасындағылардың назарынан тыс қалмайды. Жаңа таныстарға жағымды әсер қалдыру оңай болады. Көңіл көтеру, достық кездесулер, романтикалық кездесулер үшін тамаша күн. Қазір болашаққа жоспар құрудың дұрыс уақыты. Сенетін адамдармен кеңесу зиян емес. Олар сізге пайдалы кеңестер береді немесе перспективалық идеяларды береді. Егіздер, күннің бірінші жартысында барлық маңызды нәрсені жасауға тырысыңыз. Сіздің ақыл парасатыңыз ең жақсы болады, және дұрыс шешімді тез қабылдауға мүмкіндік береді. Отбасы мүшелері сіздің істеріңізге араласуға тырысады. Бұл таңқаларлық жағымды болады. Кейбір егіздер көптен күткен жаңалықтарды алады. Ортақ жұмыс мүдделері бар адамдармен қарым-қатынас тамаша болады. Түстен кейін біраз ашуланшақ боласың. Жақын адамды ренжітпеу үшін өзіңізді ұстауға және ойланбаған сөздерді айтпауға тырысу өте маңызды. Шаян күні шаруасына толы болады. Қазір көптен бері кейінге қалдырған тапсырмаларды шешудің тамаша уақыты. Шаяндардың көпшілігі басқалардың мүдделері мен сезімдерін түсінуді жеңілдетеді, сондықтан бәрімен келісу оңай болады. Бұрын жиі жанжалдасып жүрген адамдармен қарым-қатынасты жақсартуға қолайлы уақыт. Сіз барлық өріскен жиектерді тегістейсіз және жинақталған қайшылықтарды шешесіз. Кеш белсенді істер мен жаңа бастамалар үшін өте қолайлы емес. Жағымды және босаңсытатын нәрсе жасаңыз, бұл сіздің күшіңізді қалпына келтіруге көмектеседі. Арыстан, ең оңай күн емес, бірақ уақытты босқа өткізбесеңіз, көп нәрсеге қол жеткізесіз. Үй шаруасына ерекше назар аудару керек болады. Бұл ретте сіз отбасы мүшелерінің көмегіне сенімді түрде сене аласыз. Олар кейбір қиындықтарды сіз сұрамай-ақ өз мойнына алады. Көптеген арыстандар аяқталмаған істерді аяқтап, бұзылған қарым-қатынастарды қалпына келтіре алады. Сіз әсіресе маңызды емес мәселелер бойынша дауласпауыңыз керек. Сіз бәрібір ешкімді сендіре алмайсыз, бірақ сізде ауыр және ұзаққа созылатын жанжал болуы әбден мүмкін. Бикеш, маңызды мәселелерді шешуге қолайлы күн. Көптеген бикештер өздерін жаңа бизнесте сынап көреді және тез жақсы нәтижелерге қол жеткізеді. Шығармашылық қабілеттер ашылады және бұл кез келген талпыныста пайдалы болады. Сізді көптен бері мазалап жүрген мәселелерді жақын адамдарыңызбен талқылау үшін ерекше қолайлы кезең. Барлық мәселелеріңізді бірден шешуге тырыспаңыз. Шамадан тыс асығыстық сізге зиян тигізуі мүмкін. Аяқталмаған істі жарты жолда қалдырмаңыз. Шыдамдылық пен табандылық сіздің ең жақсы одақтасыңыз болады. Таразы, сізге сақтық пен ұстамдылық қажет болады. Жеңіл жарақат алу қаупі артады, сондықтан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару керек. Кейбір таразылар біршама қиын істермен айналысуға мәжбүр болады. Егер сіз уақытыңызды алсаңыз, бәрі жақсы болады. Көшеге шығу немесе қоғамдық іс-шараларға қатысу үшін ең жақсы күн емес. Кешке қарай интуицияңыз өткір болады, шешім қабылдау және келешекті бағалау оңайырақ болады. Көптен көрмеген адамдармен кездейсоқ кездесулер болуы мүмкін. Саршаян, ашық әңгімелесу үшін тамаша күн. Көптеген саршаяндар бұрын әртүрлі көзқараста болған адамдарды да оңай түсіне алады. Сіз бәрін келісе аласыз, болашаққа ортақ жоспарларды талқылай аласыз және ескі шағымдарды түзете аласыз. Жағымды жаңалықтар алуға болады. Жаңа нәрсені үйренуге және бейтаныс дағдыларды игеруге қолайлы уақыт.
Үй жұмысы болады, бірақ бұл тым шаршамайды. Сыртқа шығуға да, үйде қонақтарды қабылдауға да қолайлы уақыт. Қарым-қатынас сізге рахат сыйлап қана қоймай, құнды идеяларды да береді. Мерген сіздің алдыңызда көптеген жақсы мүмкіндіктер ашылады. Тыныштық пен достық сізге адамдарды оңай жеңуге көмектеседі. Сіз пайдалы байланыстар орната аласыз. Кейбір мергендер ықпалды меценаттарға ие болады. Жаңа бастамалар мен маңызды істер үшін жақсы күн. Егер сіз жалқау болмай, істердің сырғып кетуіне жол берсеңіз, сіз бақытты боласыз. Кеш достық кездесулер үшін қолайлы. Жаңа танысулар әдеттен тыс жағдайларда мүмкін, бірақ олардан маңызды, және ұзақ мерзімді ештеңе күтудің қажеті жоқ. Тәуешкі эмоцияларыңызды жеңе алсаңыз, күн сәтті болады. Көптеген тәуешкі кішкентай нәрселерге шамадан тыс мән береді, және бұл әрқашан орынды бола бермейді. Сіз бәрін тым байыппен қабылдамауыңыз керек. Қиын жағдайларда интуицияңызды тыңдаңыз, ол сізге дұрыс жолды айтады. Сіз көптеген адамдармен табысты байланыста боласыз. Сіз жаңа таныстарды жеңе аласыз, туыстарыңызбен қарым-қатынасты жақсарта аласыз, немесе сүйіктіңізбен қарым-қатынасты нығайта аласыз. Барлығы сіздің достық қарым-қатынасыңызға байланысты болады. Су құйғыш сізді қарбалас және қызықты күн күтіп тұр. Көбінесе отбасылық мәселелерге қатысты әңгіме көп болады. Су құйғыштардың көпшілігі жоспарлағанның бәрін орындап қана қоймайды, сонымен қатар туыстарына проблемаларын шешуге көмектесе алады. Сіз тәжірибелі достарыңыздың немесе таныстарыңыздың бірінің құнды кеңесіне сене аласыз. Сіздің жоғары сезімталдығыңыз басқалардың ниеті мен мүдделерін оңай түсінуге көмектеседі. Дегенмен сонымен бірге ол сізді тым осал және сезімтал ете алады. Ешқандай сынды жеке қабылдамаңыз. Балықтар, сіз үзілген байланыстарды қалпына келтіріп, жаңа таныстар жасай аласыз. Көптеген балықтар өте тартымды болады, сондықтан адамдардың өздері олардың назарын аударғысы келеді. Сүйіктіңізді қызғандырмау үшін абай болу керек. Жақында жүзеге асырылатын жаңа перспективалы идеялар пайда болуы мүмкін. Қысқа сапарлар, кештерге бару және ойын-сауықтың барлық түрлері үшін жақсы уақыт. Дегенмен артық ақша жұмсап кейін өкініп қалатын ақымақтық жасамау үшін оны асыра алмаңыз.